Жігіттерге айтайын, жігіттер отыр ғой. Біз бауыр дейміз ғой, до конца, мы братья, мы за друг друга до конца. Басыңа қиындық сап деген кезде қашып кетеді бауыр. 100%. 100%. Айтпаңдар. Ой, нет, сіз біз білің. Айтпаңдар, қашып кетесіңдер, железно қашып кетесіңдер. Гарантия. Я бауыр до конца, әңгіме жоқ. Кім қалады семен? Әке шешең. Дұрыс емес па? Әке шешең қалады. Бір жігіттер болды, бұрында бір бандит сымақтар болғандар. Исламға келіп кетті. Сол кезде айтады, Нұреке, мен ұстазым тегенді білесің ба неге дейді. Мені бауыр деп жүреміз да дейді. Уже түрмеге жалмайын деп айтқанда, или қиын сәт болғанда, мен әке шешемнен басқа ешкім таппадым дейді. Бауыр, біз жоқ, бауыр емес. Бұл жерде әке шеше ғана есепсіз семен араласың. Әке шеше саған бір істегенде күтпейді ертең. Маған істейсің ғой, сондықтан мен саған істеп жатырмын деп айтпайды. Бәке, айтпайды әке шеше. Бірақ сенің бауырың, туған бауырың, сестренкаң, балаң сенің, даже сен мен расчетпен